Менің атым Аманқожа Алтынбек. Мен тыңдаған кітап Қабдеш жұмаділовтің Дарабоз диалогиясы. Дарабоз романында баяндалатын негізгі сюжет қазақ халқының азапты ғұмыры, таққа талас, қазақ жоңғар арасындағы ұзақ уақытқа созылған қақтығыстар, қабанбайдың азаттық жолындағы көзсіз ерлігі. Бұл кітап, яғни роман екі бөлімнен тұрады. Мен бірінші бөлімді толығымен оқып шықтым. Бұл кітапта екі бөлім бар, яғни кітаптың ішінде екі бөлім бар. Ол Тұлаш және ат аңыз деп аталады. Көркем шығарма қандай оқиғаларға арналған. Менің бірінші кітапты толығымен оқып шыққаннан кейін бұл шығарма қазақтың 18 ғасырдағы ең ауыр, ең күрделі кезеңнің көркем бейнесін береді. Романның негізгі өзегі қазақ халқының азаттық жолындағы күресі, жоңғармен соғыстар, ел ішіндегі таққа талас, ру аралық мәселелер, яғни жүздердің бір-бірімен келіспей қалу қақтығыстар арасындағы, яғни осы оқиға арасында жүрген қабанбайдың батырдың өмірі. Шығарманың негізгі идеясы не? Автор қандай мәселелер мен сұрақтар көтерді. Жалпы шығарманың негізгі идеясы ол 18 ғасырдағы, яғни 18 ғасырдың басындағы қазақ жерінде болған Ақтабан, Шұбырынды және Алакөл сұламадан кейінгі ұлы жүз жерін жоңғарлардан босату. Осы уақытта қабанбайдың өмірі толығымен айтылады, яғни әңгіме ішіндегі әңгіме арқылы автор қабанбайдың толық өмірін жеткізген. Одан кейін осы жоңғарлардан кейін Әбілметтің болғанның қайтыс болуы, Әбілметтің таққа келуі, Әбілқайыр оны ренжіп кіші жүздермен басқа көшіп кетуі, Ташкенттен Төле бидің өзі келуі, яғни хандық кеңес болады, қалай жоңғарларды қуып шығамыз деген, және де хандық кеңеске біраз хандардың келмеуі, яғни бір-бірін ренжіп ұл жүз арасындағы үлкен қақтығыстар болғаны. Яғни осы уақыт арасында қабанбайдың өзінің қазақ жеріне деген ұлттық рухын көрсетуі, өмірін, бала кезін, яғни отбасын толығымен сипаттайды. Яғни қабанбай көшкен кезде қазақтардың арасындағы босатуы дейді ғой. Автор бұл романда ерлік пен батыр мәселесін басты кейіпкер осы Дарабоз өз халқының елдің қауіпсіздігі үшін күрескенін көрсетеді. Жалпы автор қалай айтсам екен, осы нағыз ерлік пен батырлықты неде көрінеді, яғни адам өзі ұлтты қандай әрекетке бара алады, яғни қабанбай батырдың өзінің ұлты үшін қандай әрекетке бара алады. Тарихта осы әділет пен және билік мәселесі не үшін айтылады, осы кітапта айтылады. Романда Абылай хан мен Тәуке ханның тұстары арқылы халық пен билік арасындағы қатынастар, әділдік пен жауапкершіліктің мәселесі көрінеді. Яғни осы хандық кеңестің қалай болғаны, олар қалай дауды шешкенін көрсетеді, яғни Қазыбек бидің келіп болат ханның соты көрсеткенін айтылады. Шығарманың басты кейіпкері кім? Олардың бейнесін сипатта. Жалпы бұл романда басты кейіпкерлердің ең көте көп, бірақ енді кітаптың аты Дарабоз болғаннан кейін әрине қабанбай басты рөлде болады. Қабанбай батыр, жалпы Дарабоз дейді ғой, оның негізгі шын аты Ерасыл. Қабанбай батыр романдағы басты кейіпкер, ол атақты Дарабоз деген атын алады, ат береді. Абылай хан ол өте батыл, тапқыр және әділ адам ретінде суреттеледі. Қиын жағдайда қорықпай шешім қабылдайды.
жаумен күресуді стратегиялық ойлау біледі. Автор Қабанбайды тек батырлық қырын ғана емес, ішкі сезімін, адамгершілігіне де ашады. Мысалы, ол үйде балалардың ойынын бақылап, отбасы үшін қамқор болады, достары мен сенімді серіктерін қорғаушы, яғни бір-бірімен аса қатты байланыс ұстайды. Бұл қасиеттер Қабанбайдың тек ұлы батыр ретінде емес, толыққанды адам ретінде де көрсетеді. Романдағы дарабоз есімі батырлық және ерлік қасиеттерден ерекше атап көрсету үшін берілген. Яғни бұл Абылай хан берген. Абылай хан демекші, Абылай хан да басты рөлге кіреді. Абылай хан романдағы маңызды кейіпкер. Ол елді біріктірген, саяси шешімдер қабылдай білетін дана адам. Абылай ханның мінезі күрделі, кейде қатал, кейде жұмсақ, бірақ әрқашан халық мүддесі үшін бірінші орынға қояды, бәріне до конца баруға дайын. Қабанбайдың ерлігін бағалайды, оған сенім артады, бірақ батырдың билікке таласпауын құрметтейді. Яғни Қабанбайдың қаншама адамы, қоластындағы адамдары хан болуға көмектесті дейді, бірақтан да Қабанбай оны қаламады. Абылай хан арқылы автор елді басқару мен батырлықтың арасындағы байланысты көрсетеді. Яғни батыр мен ханның арасындағы байланысты толығымен ашық айтқан. Яғни Қабанбайдың жанындағы батырлар да айтқан. Мысалға, Бөгенбай батыр Қабанбайдың серігі және оның қорғаушысы. Ол ашық мінезді, батыл, намысшыл адам. Бөгенбай кейде батырларды рухтандырады. Яғни соғыс кездерінде, босату кезінде халықтар, сарбаздар толымен рухтар, күшті сөздер айтады. Ал кейде жаумен шайқасқа негізі күшті болады. Сарбаздар туралайды. Осы Қабанбайдың жанында күреседі. Сол арқылы романдағы оқиғалардың шенесін күшейтеді. Осы кейіпкерлер бар: Шағалақ, Майсара, Назым деген кейіпкерлер бар. Шағалақты айтып кетсек, ол Қабанбайдың досы, оған әрдайым қолдау көрсететін серігі. Майсара Қабанбайдың әйелдерінің бірі, батырдың әділдігі мен шешімін бағалайды, отбасының амандығы үшін әрекет етеді. Назым отбасы мүшесі ретінде махаббатты, сүйіспеншілікті бейнелейді. Бұл кейіпкерлер Қабанбайдың тек батыр екенін емес, адам ретінде жан-жақты екенін көрсетеді. Яғни Қабанбай жеке тұлға ретінде де айтылады. Шығармада қандай салт дәстүрлер мен рәсімдер сипатталады? Жалпы бұл романда қазақ халқының салт дәстүрлері мен рәсімдерінің кеңінен сипатталған. Бұл дәстүрлер арқылы автор оқырманға халықтың өмір салтын, мәдени, моральдық құндылықтарын жеткізеді. Маған ең ұнаған дәстүр ол ат беру. Яғни Қабанбай батырдың шын аты негізінде Ерасыл еді, бірақ алайда оның ерлігін, батылдығын және де алдындағы қызметін бағалаған халық оған Қабанбай немесе Дарабоз деген атақ берді. Яғни Дарабоз атын Абылай хан берді. Ол өйткені бір соғыс болған еді. Соғыста алып шыққан үшін, ерекше батырды құрметтеген үшін, олардың ерлігі мен мінезін атап өтетін көрсеткен үшін береді. Атаулар арқылы кейіпкердің тұлғалық қасиеттері мен тарихтағы рөлі көрініс табады. Тағы да басқа дәстүрлер бар. Бата беру, батырларды ардақтау, жауға шыққан
алдында жауға шығар алдында ақсақалдар батырларға бата береді. Яғни өйткені ата салтында бата берген Төле би болды. Бұл тек рәсім ғана емес, соғыстағы рухты көтеретін, батырдың жүрегін тазалайтын маңызды әрекет болып саналады. Өйткені әскерлерге рух керек болады, яғни сенім керек болады. Бата арқылы халық ерліктің, әділдіктің және де ел үшін қызмет етудің маңызын ұғынады. Сонымен қатар шығармада көш алдындағы рәсімдер кеңінен көрсетіледі. Қабанбай мен оның серіктері ауылдан көшкенде әйелдер мен балалардың уайымы, қайда бара жатырмыз, атқа мінгендегі адамдардың ұйымдасуы, түйелерге артылуы, бір халықтардың бір ауызбіршілігі мықты болғаны бәрі нақтылы бейнеленген. Автор бұл арқылы қазақтың көшпелі өмірінің қиыншылықтарын және де бір-біріне деген көмегін көрсетеді. Романда ас беру және де той жасау және де келісім жиындарда кездеседі. Мысалға, елді басқаруға қатысты мәселелерді шешу үшін билердің жиналысы болды. Яғни романның басында айтылғандай, жоңғарларды босату үшін, қазақ жерін азат ету үшін билер келіп хан кеңесін жүргізді. Билер халық алдында шешім шығарады, сөз бастайды, даналығын елді сабақтайды. Мұндай рәсімдер арқылы халық бірлігін сақтап, елдік үшін тәртіптің маңызын түсінеді. Яғни Болат ханның Әбілқайырдың сотында осы Қазақ би келіп шешіп кетті мысалға. Сонымен қатар шығармада жауға аттанар алдындағы салт дәстүрлер көрсетілген. Батырлар жабықтанып атқа мінгенде ауылдан шығу, яғни алдында ұлттық дәстүр бойында рәсімдер орындалады. Бұл рәсімдер тек сыртқа көрініс емес, батырлардың рухын көтеретін, жеңіске деген сенімді арттыратын әрекеттер болды. Мен бұл кітапты оқып болған сәтте мен бұл кітапты қандай әсер алдым, және де оқып кеткеннен кейін қандай алдым. Мен кітапты оқып кеткеннен үлкен әсер алдым деп айтсам да болады. Яғни маған ең үлкен жаңалық болған осы Әбілқайырға деген толығымен көзқарасым өзгергені. Яғни Қабанбайдың жекпе-жекке толығымен қорықпай шығып, қазақ жері үшін соңына дейін күрескені, қазақ жеріндегі билердің қалай жұмыс істегенін көрдім. Яғни Қазақ бидің, Төле бидің үкімдері, халық оларға сенгені, мақтан тұтқаны, бұл шығармада арқылы қазақ халқының көшпелі өмір салтын, олардың табиғатпен үндесуін, қиындыққа төзімділігін жаңа қырынан көрдім. Қабанбай мен бұның серіктерінің көш кезінде көрсеткен ұйымшылдығын, ауылдан шығу алдындағы дәстүрлер мен қоғамдағы әр адамның орны, бұл мен үшін толық жаңа қызықты мәлімет болды. Яғни маған ең әсер еткені осы айтып отқандай, Әбілқайырдың маған деген көзқарасым өзгерген. Өйткені ол жаугершілік заманда жоңғарларды толығымен қазақ жерінен азат етудің орнына ол барды да мені неге хан қылмадыңдар, яғни мен ұмыттыңдар деп өз әскерін жинап кішісіз жеріне Ресейдің ақ патшасымен келісімге отыруға жөн көрді. Бұл әрине қазақ жерінде хандардың бір-бірінің ауызбіршілігі толығымен нақты емес екенін көрсетеді. Яғни осылайша күші Әбілқайырдың осыны сатқанның кесірінен, яғни айтып өткендей, бағанағы Болат хан мен Әбілқайырдың екеуінің арасындағы жаугершілік, яғни бір-бірімен қақтығыстары маған ең ұнаған шығарма осы болды. Яғни Әбілқайыр мен Болат ханның ашық алаңда кездесуі. Яғни Болат хан Әбілқайырды өлтірді. Өйткені Әбілқайырдың да өзінің жеке іс-әрекеттері болды, қарсы тигізген.
Әбілқайыр болатқа хиуадан келген елшілері Әбілқайыр келіп тонап кетті. Осыдан кейін Әбілқайыр болаттың арасында болаттың айтқанындай бар, өйткені мал мүлік үшін мен Әбілқайыр ханды бүйтіп ашық позор еткім келмеді деп айтқандай болды. Айтты. Болатқан өтіргеннен кейін маған одан кейінгі сот, яғни Абылай бұл хабарды қалмай естиді. Әбілқайыр өлгенін естиді. Бәрі де яғни аң-таң болады. Осы үшін Абылай хан келіп Қазыбек биді шақырғаны. Яғни бұның айтқым келгені настолько шынайы болды оқиғалар. Яғни менің ұнағаным осы шынайы айтылғаны. Қабанбайдың келіп, яғни қазақ жерін босатқандары келіп, мысалға Қабанбайдың Әбілмәмбетке келген кезде Әбілмәмбет көзін тие алмай, жасын тие алмай, осы Қабанбайды көргені үшін хан, яғни өзінің хан екенін ұмытып барып Қабанбайды барып құшақтап алғаны маған үлкен әсер етті. Өйткені осындай жаугершілік заманда және жоңғардан құтылып жатқанда, яғни білмейді ғой Әбілмәмбет қайда не болып жатқан. Яғни хабарлар бір-екі ай арасында келеді. Яғни осындай Қабанбайдың көргені, яғни Қабанбайдың осындай ел үшін, жер үшін бүкіл әскерін алып, халық үшін, халықты азат еткен үшін маған үлкен әсер етті. Яғни менің тарихи білімім бойынша, тарихи білімім кеңейді деп айтсам болады. Яғни қаншама диалогтар болды, яғни Қабанбайға ат іздегені, яғни осы уақытта мен қуантады, өйткені қазақ жерінде осындай мықты батырлар болғаны, біз үшін талай жерді босатқаны маған өте қуантады. Мен үшін ең қызықты әсерлі болған үзінді ол Қабанбай батырға мінгізген тұлпарды іздеу сигналы, әсіресе Боранбайдың Құнанбайға жазған хаты мен оның талабын қойған сәт ерекше әсер қалдырды. Хатта батырға лайықты аттың қандай болуы керектігі өте нақты әрі көркем сипатталған, биіктігі, мықтылығы, халықтың жаныбай жібектей болуы, сұрақтың несі бойынша мәнерлеп оқып беру керек екен. Бұл неде айтылған, осы Боранқұлдың Құнанбайға жазған хатында аттың қандай болуы екені айтылған. Онда былай айтылады: биіктігі өзімдей болсын, местігі сөзімдей болсын, желкендей екпінінен жер ессе, аяңы Қазыбектің сөзіндей болсын, құлағы қамыстай болсын, иені таныстай болсын, екі көзі ботаның көзіндей, шекесінің арасы қарастай болсын, қабағы бүркіттің қабағындай, шақшаты боранның сағанындай, жылқыңыздан осындай бір табылса, мүсіні менің қойған талабымдай болсын. Жануардың жалы жібектей, қасқа тісі күректей болсын, мойны қазының мойнындай, жігері бабына келгендей түлектей болсын. Белдемесі қанатты болсын, жаясы жалпақ алапты болсын. Бір көргендер үш көрерлік, осындай сұлу жарақты болсын. Сауыры қолындай болсын, кекілі балыға қойған тұлындай болсын. Ерегесте ерегес серігі болатындай, денесі шымыр болсын, тұяғы жұмыр болсын. Қоғамда қотқырмайтын, қайыспай тұғыр болсын, құйрығы төгіліп тұрсын, талданып сөлген тұрсын, самсаған қалың қол ішінде тұрпаты еркек бөлініп тұрсын. Тілсерігі төмен, боты алшақ келіп, артынан қарағанда түс сүйегі көрініп тұрсын деп сәлем хатты аяқтады да, дереу қол-аяғы жөнелген бір жігіттен Құнанбайға беріп жіберген. Құнанбай осы хатты көре тұра, осыншама қасиет бір бойына табатын қыл құйрықты кезегі қояр ма екен деп, тіпті Боракин, яғни Боранбай айтқан сындардың жартысына толса да нағыз тұлпай боп шығарады деп десіп жатыр Құнанбай. Кейін жұрттың айтуынша бұл хат Құнанбайды да терең ойға қалдырып көрінеді. Ел шетіне Қабанбай келе жатыр дегенді естіп, мұрнының басқа да
ақсақал қарасақал жиналып ат жайын ақылдасты. Яғни Қабанбайдың осы жерге келгенін естіп, бұлар атсыз жібермеуді ұсынған, шешкен. Яғни аттарды беруді шешкен. Осыншама көп жылқының батыр мінетін бір ат табылмауды деген ел атына намыс болған. Бір амалын табу керек, яғни ел қорғаны Қабанбай секілді батырға тұмарлы тұлпар мінгізіп деген атағының өзі неге тұрады деген. Ел белгілі жылқымен көзін шығып, осы түліктің ішінде келе жатырсың ғой деп Құланбайға ат ұсынады. Бұл оқиғаның соңы яғни Құланбай сонша ат іздеп жүріп, бір мінсіз атты айтылады. Оның аты Ардаенген болған. Ол Ардаенгенді бірден Боранбайға көрсеткен кезде ол өте таңғалып, дәл осы ат еді ғой деп тапқан. Қабанбай осы жерге келеді, яғни Боранбай бала келеді де неге бірден атты көрмеске деп шешеді. Қабанбай яғни қуана келіп бірінші атқа барады. Бұны бүкіл халық көргісі келіп, яғни Қабанбайға берген аттың қандай болғанын көргісі келген адамдар, яғни батырға берген атты бұдан мықты ат болмайтын шығар деп ойлап, бүкіл халық қызығып, осы бірге көргісі келген. Қабанбай атты көре сала өте қуанып, тамсанған. Ол бірден көріп, осы екенсін-ау, жануарым-ау деп қатты қуанған. Осы аттан кейін осы ауылдың ақыл айтар аталары осы Ардаенгеннің атын Қубас деп атауға айтады. Қабанбай келіседі, яғни ол атауға екені Қубас деп атаудың себебі, оның басында бірде-бір андай сызық па болмаған, тап-таза Қубас болған. Яғни осылайша Қабанбайдың бұл Қубас аты өте мықты, яғни даже өзінің атбегелері Қабанбайға болған кез келген сәтте отырғызуға рұқсат бермеген. Яғни аттың өзінің көтерме болған, оның кейбір кезде көңілі болмаған, сондай сияқты моменттер болған. Қабанбай бұл атты өте жақсы көрген. Тағы Қабанбайдың бірнеше аттары болған, яғни Бердіқожа берген ат, яғни бұл Қабанбайдың жекпе-жекке шығуының, яғни Қабанбай өз әскерімен жоңғарларды Қытай жерінен азат еткен жерде Қабанбай өз әскерімен, яғни жанында әскерлермен бір топ ойраттың әскерімен кездесіп қалады. Сондықтан Қабанбайдың әскері аз болғандықтан олар жекпе-жекке шақырады. Қабанбай жекпе-жекке тұрып, яғни жекпе-жекке шығады, бірге шығады, және де Қабанбай бірінші бір не болады ғой, кездесу болады ғой. Сонда Қабанбай бір бос жіберіп, яғни өзінің ай шоқпарымен яғни құлатқан кезде өзінің атына тигізіп алған. Яғни тигізіп алған дегенде жаудың найзасы өзінің атына ақбозынан тигізіп алған. Осылайша ашық далада Қабанбай атсыз қалған кезде Бердіқожа келіп оған өз атын берген. Ол аттың аты Ақбоз болған. Осылайша Қабанбайдың аты өзі ерекше болған. Тағы да ұнаған моменттер, ол маған Қазақ бидің келіп Болат хан мен Әбілқайыр ханның сотын жүргізгені. Яғни бұл толастың соңғы бөлімдерінің бірі маған өте қатты ұнаған осы үзінді болды. Бұл үзінде де айтылады, Болат хан осы кіммен Абылай хан Болат хан Әбілқайырдың өлтірген сәті. Яғни ашық далада Әбілқайыр хан
болатханмен көрсем деп ойлаған жоқ, өйткені білмеді болатхан осы жерде жүрген. Яғни олар кездесіп қалған кезде Әбілқайыр қатын болмасаң кел бірге шығайық деп айтады. Яғни болатхан Әбілқайырмен ашық алаңда кездесіп қалады. Яғни Әбілқайыр бірнеше айтылған моменттер бар. Яғни Әбілқайыр хан өзі аттан түсіп барған деп бір-бірімен шақырған. Бір кезде қараса уже болатхан Әбілқайырды ханның айшоқпармен бүйтіп былайынан түсірген. Яғни бір қараса Әбілқайыр жерге түсіп атынан былай қансырап түскен деп аталады. Бұл сәттен кейін бұл хабар Қабанбайға да жетеді, Абылай ханға да жетеді. Бұл хабар қазақ жеріне үлкен айтсам екен жаңалық болды. Яғни орда жүздің ханы кіші жүздің ханын өтіп жатыр. Бұл сәтте негізі үлкен себептер бар. Яғни кезінде Әбілқайыр ханның осы Ақтабан шұбырыншыларындағы тастап кетуі, халық жерін қазақ әскерін тастап кетуі, бұған ренжіген болатхан осы айыптаған, яғни Әбілқайыр дұрыс емес деп. Даже Әбілқайыр хан болатханға осы Хиуадан елші жіберген кезде Әбілқайыр хан осы елшілікті тонап кеткен бар. Болатхан бұған просто айтқысы келмеген, яғни хандар арасында мал мүлікке бола әңгіме жүрмесін деп. Маған осы жайт Абылай ханға жетіп, Абылай хан осы аттанысының алдында Қазақ биді шақырады. Қазақ би келіп осы сотты жүргізеді. Яғни болатханнан бірнеше хабарлар алып, болатханнан бірнеше андай сұрақтар алынған. Яғни осы уақытта болат өте кешірсем, барақ емес, болат екен. Барахан осы өлтірген сәтте Қабанбаймен кездескен диалогы бар. Бұл соттың нәтижесі осы Қазақ би болат ханды толығымен судан ал, суттан таза деп, яғни болат ханды толығымен дұрыс деп есептейді. Бұл сот үлкен жаңалық болады, қазақ халқы жиналып, бүкіл сотты Қазақ бидің аузынан естігісі келеді. Яғни осыдан кейін Төле би осы соттан кейін айтқан хаты да бар. Яғни болат хан егер тап-таза осы соттан тап-таза шығатын болса, онда бізге жібер, біз оны ұлы жүздің ханы ретінде алып аламыз. Және жолбарысына қайтыс болғаннан кейін ұлы жүз тағы бос тұр, біз осы болат сұлтанды өзімізге алып аламыз деп шақырған болатын. Барақ кешірім сұраймын, болат деп шатастырып жүрдім. Маған не ұнаған үзіндер осы болды. Бірнеше тағы өте көп нелер бар. Аттаныс кезінде Қабанбайдың өзінің отбасы туралы айтылған үзіндер бар. Батын маған осы сәттер өте ерекше сезілді. Қабанбайдың қаншама әңгімелері, қаншама диалогтар, яғни орыс елшісі Угрюмовпен кездескені, яғни Абылай хан бір мезетте ол Ресеймен, Қытаймен, жоңғармен бір сәтте осылай келіссөз жүргізе білгені, Абайдың данагерлігі, осы Қабанбайдың оны түсінгені, екеуінің арасында диалогтар өте қатты маған ұнады. Үзіндер өте керемет. Кітап оқу кезінде қандай көңілді сезімде болдым. Дарабоз романын оқығанда мен әртүрлі сезімдерді бастан кештім. Бір жағынан Қабанбайдың ерлігі мен батылдығын көргенде шабыттанып, мақтаныш сезімін ұқтым. Тағы бір жағынан кейбір ауыр соғыстар сәттері адамдардың қиыншылыққа төзуі мені мұңайтып таңғалдырды. Өйткені бұндай болады деп ойламадым. Әсіресе көшпенді өмірдің ауыртпашылығы, ел қорғау жолындағы азаптармен осы үшін жаңа маңызды түсінік болды. Мен оқып отырған таяқтар тереңірек үңіліп, кейіпкерлердің ішкі сезімдерін түсінуге тырыстым. Бұл кітапты достарыма және жақындарыма не үшін ұсынар едім? Мен бұл кітапты
достарыма және отбасыма ұсынамын, өйткені ол тек тарихи оқиға ғана емес, адамгершілік, батырлық, достық, отбасылық тағы құндылықтарды үйретеді. Романда оқыған адам қазақ халқының өткенін, салт дәстүрін, батырлардың ерлігін түсініп, өз өміріне сабақ болатындай сабақ ала алады. Сонымен қатар шығарманың қызықты сюжеттік желісі, кейіпкерлердің жан-жақты былайынан бейнесі оқырманды жапа қалдырмайды, керісінше толғандырады және ойландырады. Шығарманың авторы туралы не білетіндеріңді айтыңдар, не білесіз? Қабдеш жұмаділов қазақтың әдебиетінің көрнекті жазушысы, тарихи романдардың шебері. Ол өз шығармаларына жазбас бұрын ұзақ уақыт зерттеу жүргізген, тарихи деректерге және де халық естеліктеріне сүйенген. Жазушының шығармалары қазақ халқының салт дәстүріне, батырлық тарихын, рухани құндылықтарын терең бейнелейді. Сонымен қатар оның тілі бай, әдемі және әсерлі. Кейіпкерлердің мінезі мен сезімін шынайы көрсетеді. Қабдеш жұмаділов қазақ тарихын жазып қана қоймай, ұлттық тұлғаны дәріптеген қаламгер. Және де Қабдеш Жұмаділовтың ұлы Арман Жұмаділов бізге тарихтан сабақ береді. Мен бұны білгенде өте шок болдым.